Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздер қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге 9 миль төмен атты қорқынышты детектив фильмін түсіндіріп беремін. Фильм Сахара шөлінде басталады. Басты кейіпкеріміз Джек тергеу жүргізу үшін осында келеді. Бірнеше апта бұрын профессор Борман жетекшілік еткен ғалымдар тобы осы бұрғылау нүктесін зерттеуге жіберілген еді. Алайда кенеттен құмды дауыл соғып, 25 адамнан тұратын топ 3 күн бойы хабарсыз кеткен. Сол себепті энергетикалық компанияда жұмыс істейтін Джек ғалымдарды табу үшін мұнда жалғыз келеді. Келген кезде ол айналаның қаңырап бос жатқанын көреді. Ғимаратқа кіргенімен ішінде де ешкім жоқ. Еденде шашылып жатқан киімдер мен етіктер ғана бар. Ол алға жылжып, түрлі жануарлардың еті толтырылған үлкен мұздатқыш бөлмеге жетеді. Ішінде қапқа оралған мәйіт те бар. Бірақ Джек оны байқамай бөлмеден шығып кетеді. Нысанды аралап жүргенде алыстан мазасыз дыбыстар ести бастайды. Джек қаруын дайындап, дыбыстың қайдан шыққанын тексереді. Бірақ нақты көзін таба алмайды. Көп ұзамай қабырғаларына қанмен жазылған құпия арабша жазулары бар бөлмені көреді. Тіпті қабырғаларда шакалды терісін сыпырып, құрбандыққа шалу рәсімінің іздері бар. Бұл көрініс Джекті шошытады. Ол дереу сыртқа, өзінің машинасына барады. Радио арқылы бас кеңсесімен байланысып, жазулардың суретін жіберіп, аударуды сұрайды. Сол түні Джек бөлмелердің бірінде демалып, тапқан құжаттарын оқи бастайды. Ол ғалымдардың жоғарғы температураға төзімді термофилді тіршілік иелерін табу үшін геоцентрлік зерттеу жүргізбек болғанын біледі. Сонымен қатар, ғалымдардың қуанышпен тойлап жатқан видеосын табады. Яғни олар миссияда жетістікке жеткен. Ура! Біз жоғары температуралы құбыжықтарды жасадық. Кейін Джек көлігінде ұйықтап жатқанда бір түрлі дыбыстардан оянып кетеді. Терезе арқылы оған қарай созылған бірнеше қолды көріп, қатты қорқады. Көрініс бір сәтте жоғалады. Бірақ шошып кеткен Джек көрпесін алып, қайтадан ғимарат ішіне кіріп ұйықтайды. Келесі күні ол зерттеуін жалғастырып, жаңа қайнатылған кофесі бар бөлмені табады. Бұл жерде тағы біреудің тұрып жатқанын түсінеді. Джек дереу көлігіне барып, бұл туралы бас кеңсеге хабарламақ болады. Бірақ алыстан жүгіріп келе жатқан әйелді байқап, әңгімесін үзіп, оның соңынан ереді. Әйел жуынатын бөлмеге кіріп, душ қабылдайды. Джек одан не болып жатқанын және кім екенін талап етеді. Әйел өзін Дженни Кристенсен деп таныстырып, зерттеу тобының мүшесі болғанын жеткізеді. Оның сөзінше, профессор Борман қайтыс болған, және олар бұл жерден дереу кетуі керек. Мұны естіген Джек радио мен бас кеңсеге хабар береді. Ол қайтқысы келеді. Бірақ басшысы оған қалып, ақпарат жинауды жалғастыруды бұйырады. Амалы қалмаған Джек келіседі де ішке кіріп, мұздатқыштан мәйіт табады. Дженни оның бас дәрігер екенін және жүрек талмасынан қайтыс болғанын айтады. Сондай-ақ доктор Борманның денесін көрсетіп, оны бас геолог өлтірді деп мәлімдейді. Дженни тез кетуді өтінеді, бірақ күмәнданған Джек оны елемейді. Күннің қалаған бөлігінде олар әңгімелесіп, Джек әйелінің баяғыда қайтыс болғанын айтады. Ол жоба туралы толығырақ білгісі келеді. Дженни оны терең шұңқырға апарып, осы жерде шамамен 9 миль тереңдікке дейін қазғандарын көрсетеді. Джек қағазды төменге тастайды. Ал Дженни заттың түбіне жетуі үшін 5 минут кететінін түсіндіреді. Джек төменге қарап, қанға боялған қабырғалардың елесін көреді де бас айналып кетеді. Ол неге мерекелік видеоларда Дженни жоқ екенін сұрайды. Дженни видеоны өзі түсіргенін айтады. Кенет Джектің басынан бір нәрсе тиіп, ол есінен танып құлайды. Дженни оны зертханаға сүйреп апарады. Кейін Джекті бөлмеге қамап, оның машинасына барады. Қаш кетпек болғанда, бірақ кілттерді таба алмай көңілі қалған. Осы кезде ғимарат ішінде есін жиған Джек төбеден қан тамшылап жатқанын көреді. Көп ұзамай қан шелектеп құйылғандай аға бастайды. Ол да үрейге түседі. Джек қашуға тырысқанымен, бірақ есік құлыптаулы екенін көреді. Үміті үзілер сәтте Дженни келеді. Ал қан із-түссіз жоғалып кетеді. Джек оған болған жағдайды айтады. Бірақ ол мұны жай ғана елестеп, демалуға кеңес береді. Бірнеше сағаттан кейін Джек джипіне барып, бас кеңсемен сөйлесе бастайды. Ол экспедиция құрамында бірде-бір әйел болмағанын және Дженни деген адамның мүлде тіркелмегенін естігенде қатты таңғалады. Қоңыраудан кейін Джек дереу оны тауып, шындықты талап етеді. Дженни оны ішке бастап кіріп, әйелдердің жоба аумағына жіберілмегенін мойындайды. Себебі бюджет жетіспегендіктен бөлек жатын орын жасау мүмкін болмаған.
Бірақ ол бұл топтың құрамында болуды қатты қалағандықтан профессор Борман оның аты жөнін және жынысын құжатта өзгертіп жібергенін айтады. Джекті сендіру үшін Дженни бір апта бұрын түсірілген видеоны көрсетеді. Онда өзі зертханалық киіммен нысанда жұмыс істеп жүргені көрінеді. Абдырап қалған Джек бұл жерде нақты не болғанын сұрайды. Сонда Дженни жоба 9 миль тереңдікке жеткенде бұрғы жер астындағы үлкен үңгірге кіріп кеткенін айтады. Олар үңгірге дыбыс жазатын құрылғы түсіріп, оғаш дыбыстар жазып алған. Дженни видеоны қосқанда мыңдаған адамның азап пен қорқыныштан айқайлаған дауыстары естіледі. Оның айтуынша, зерттеу тобы тозақтың өзіне кіріп кеттік деп болжаған. Көп ұзамай нысандағы адамдар қайтыс болған жақындарын көре бастайды. Бұл жаппай хистерия мен зорлық-зомбылыққа келіп, көпшілігі қаза табады. Ал қалғандары із-түссіз жоғалады. Джек оған сенер-сенбесін білмейді, бірақ жазбадан қатты шошиды. Осы уақытта бас кеңседе әріптестері Джек жіберген арабша жазуларды талдап жатады. Тілді білетін маман бұл сөздер ер адамдарды арбайтын жын-шайтанды шақыру үшін қолданылатынын айтады. Әуелі ол мазалайды, кейін оларды өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізеді. Кешке қарай Джек ғимаратты аралап жүріп, көк көйлек киген марқұм әйелі Сьюзанды көреді. Бірақ есін жиғанда оның Дженни екенін байқайды. Дженни оны кешкі асқа шақырады. Екеуі дастархан басына отырғанда Дженни оның туған күніне арнап торт дайындағанын айтады. Джек оның бұл күнді қайдан білгеніне таңғалады. Ал ол жеке куәлігін қарап алғанын айтады. Дегенмен Джек бұл күнді жек көреді. Дәл осы күні 6 жыл бұрын әйелі өзіне және 2 баласына қол жұмсаған. Джек бұрын полиция қызметкері болғанын, үнемі жұмыста жүріп, отбасына уақыт бөле алмағанын айтады. Әйелі оны опасыздық жасады деп күдіктеніп, ақыры қайғылы қадамға барған. Джек туған күнінде жұмыста болып, жанында болмағаны үшін өзін әлі күнге дейін кінәлі сезінеді. Ол толқып кетеді. Дженни оны жұбату үшін жақындайды. Бір сәтте екеуі жақындасып кетеді. Бірақ Джек алыстан Сьюзанды көргендей болып, тоқтап қалады да кетіп қалады. Түнде Джек ұйықтай алмай жатқанда марқұм әйелі көрінеді. Бір мезетте ол Дженниге айналып, бәрі жақсы екенін, тағы да оны азғырып жатқанын, ақыры екеуі бірге болады. Ұйықтап кеткен соң, Джек түсінде Сьюзанды көреді. Ол басына тапанша тіреп, оны опасыздық жасады деп айыптайды. Кейін балаларын атып, соңында өзіне қол жұмсайды. Джек қорқынышпен оянады. Оянғанда өзін жалаңаш күйде, бөлмеде жалғыз көреді. Киініп алып, Дженниді іздейді, бірақ таппайды. Жуынатын бөлмеге барғанда, шіріп кеткен денесі бар қорқынышты бейне оған шабуыл жасайды. Қашып шыққанда, Дженни келіп, бәрі жақсы екенін айтып тыныштандырады. Біраз уақыттан кейін Дженни жүгіріп кетеді. Осы кезде Джек оның бұрын көрсеткен видеосын қайта қарайды. Кенет кадрдан өзінің бас киімін байқап, видеоны жақында ғана түсірілген түсінеді. Ол дереу әріптестеріне хабарласып, қосымша күшпен келулерін сұрайды. Қаруын дайындап, Дженниді табуға шығады. Іздеу барысында ол адам бас сүйектері мен батпаққа толы шұңқырға құлап кетеді. Әзер дегенде шығып, нысанға қайта оралады. Кейін жуыну кезінде Дженни артынан келіп жақындайды. Бірақ Джек оны душтың темір таяғымен ұрып, бәрін сен өлтірдің деп айыптайды. Бірден өкініп, алғашқы көмек іздеп кетеді. Қайтып келсе, Дженни жоқ. Ол бүкіл ғимаратты шарлап іздейді. Бір сәтте Дженни қайта шығып, оған соққы береді. Джек қашып құтылып, бір бөлмеге қамалады. Сыртқа көз салғанда, Дженнидің қызыл көзбен қарап тұрғанын көреді. Көп ұзамай профессор Борман қалдырған дискіні тауып алады. Видеода Борман шұғыл түрде шайтан босап кеткенін айтады. Оның әртүрлі кейіпке еніп, адамдарды алдай алатынын, оған сенуге болмайтынын ескертеді. Мұны естіген Джек, Дженни сол шайтан деп ойлайды. Бөлмеден шыққан соң, ол марқұм отбасының дауыстарын естиді. Дыбыстардың соңынан еріп, ас үйге келеді. Онда Дженни тамақ пісіріп тұр. Ол күлімсіреп, расында да шайтан екенін, және Джекпен тек ойнағанын мойындайды. Қорыққан Джек оған оқ атпақ болады. Бірақ қолындағы мылтық бір сәтте шақпаққа айналып кетеді. Дженни жындыша күледі. Ол жанын өзіне сатса, енді мазаламайтынын айтады. Амалы қалмаған Джек келіседі. Дженни оған Люцифер мен саған жанымды сатамын деп 6 рет айтуын бұйырады. Джек айтқанымен, кейін белгілі болғандай, Дженни осының бәрін тек оған жақындап, көлігінің кілтін ұрлау үшін ұйымдастырған. Ақырында кілтті алып, Джекке енді еркінсің деп хабарлайды. Дженни джипке отырып, бұл жерден бір жола кетпек болады. Бірақ сәл ойланып, Джекті тастап кете алмайтынын түсінеді. Осы кезде Джек
тағы бір елес көреді. Марқұм отбасы оның туған күнін тойлап жатыр. Бұл жолы ол олардың жанында қалуды таңдап, торттағы шамдарды үрлеп сөндіреді. Дәл сол сәтте Дженни сырттан келіп, оны бірге кетуге шақырады. Алайда Сьюзан ашуға булығып, оны осы әйелмен көзіне шөп салдың деп айыптайды. Джек отбасын тастап кеткісі келмейді. Бірақ Дженни олардың шынайы емес, тек оның қиялы екенін айтады. Көп ұзамай әйелі мен балалары жануарлардың өлекселеріне айналады. Сонда ғана Джек Дженнидің дұрыс айтқанын түсінеді. Екеуі джипке отырып кетпек болады. Бірақ жолда Джек тағы да әйелінің елесін көреді. Ол Дженни өзін алдап жүрген шайтан деп ойлап, бір ауышпен оның іш тұсынан соғып алады. Жараланған Дженни бірден көліктен түсіп, алғашқы көмек іздеу үшін ғимаратқа қарай жүгіріп кетеді. Ал Джек джиптен бензин алып ішке кіреді де жан-жағына төгіп от қояды. Бір сәттен соң Джектің басы айналып, өзіне қарай келе жатқан құбыжықты көреді. Бірақ ол құтқару тобының мүшесі болып шығады. Олар Дженнидің қайда екенін сұрап, оның шын мәнінде бар адам екенін айтады. Есеңгіреп қалған Джек жанып жатқан ғимаратты көрсетеді. Құтқарушылар оны дер кезінде алып шығады. Келесі күні Джек басшыларымен кездеседі. Олар үңгір миллиондаған жыл бұрын пайда болып, ішінде көп мөлшерде биологиялық қалдықтар жиналғанын түсіндіреді. Үңгір ашылған кезде ауаға тараған споралар адамдарды сандырақ пен елес туғызған. Дженни расымен де топ мүшесі болған. Бірақ оның жатын орны негізгі ғимараттан бөлек болғандықтан азырақ әсерге ұшыраған. Қалған ғалымдар әлі табылған жоқ. Іздерге қарағанда олар шөл далада болуы мүмкін. Джек жазбадағы дауыстар туралы сұрағанда, басшысы оны қазба орнындағы ауа ағыстарының кездейсоқ дыбыстары деп жоққа шығарады. Түстен кейін Джек ауруханада жатқан Дженниге барады. Одан кешірім сұрайды. Ал Дженни ренжімейтінін айтып, әңгіме барысында Джек оның сөмкесінен бұрын көрсеткен дискіні байқайды. Құшақтаған болып, дискті білдіртпей қалтасына салып кетеді. Содан кейін басшыларына барып, дискті қосып, Дженни алаяқ екенін дәлелдеуге тырысады. Видеодағы бас киімді көрсетіп, бұл жазбаны өзі түсіргенін айтады. Бірақ басшылары мұқият қарап, оның бас киім емес, қорғаныс каскасы екенін айқындайды. Сондай-ақ Дженнидің басқа ғалымдармен бірге жүрген сәттері анық көрінеді. Осылайша оның расымен топ мүшесі болғаны дәлелденеді. Басшылар Джектің әрекетіне наразы болып, денсаулығына көңіл бөлу үшін демалыс алуды ұсынады. Өкінген Джек ауруханаға қайта барып, тағы да кешірім сұрамақ болады. Бірақ есік алдына келгенде Дженнидің қорқынышты бейнеге айналып, жындыша күліп тұрғанын көреді. Тағы да оны шайтан деп ойлаған Джек әріптесінің қаруын жұлып алып атуға ұмтылады. Әріптесі тоқтатпақ болғанда, күрес кезінде мылтық атылып кетіп, қабырғаға қан шашырайды. Сол сәтте Джек есін жиып, бұрын көрген қорқынышты бейненің жай ғана тері ауруы бар қарт әйел екенін түсінеді. Бақытына қарай Дженни аман. Джек атқан нәрсе оның қан құюына арналған қан пакеті ғана болған. Соңғы көріністе шаршаған Джек ауруханадан шығады. Бірақ марқұм әйелінің елесі оны әлі де мазалайды. Ол өзіне қол жұмсауды сыбырлайды. Джек шындық пен елесті ажырата алмай қиналады. Ақырында басты кейіпкер азапқа шыдамай өз өмірін қияды. Фильм осымен аяқталды. Осындай видеолар көбірек шықсын десеңіз, жазылыңыздар, хабарландыруды қосып қойыңыздар. Және арнаға қолдау ретінде лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.